Дәл түс мезгілі болатын. Кенет күн тұтылып, бүтін жерді 3 сағат бойы қара түнек басып тұрып алды. Сол сәтте ғибадатханадағы киелі үйдің пердесі ортасынан қақ айырылып екіге бөлінді. Әке, рухымды сенің қолыңа тапсырамын. Бұл оқиғаны көзімен көріп таң тамаша болған жүзбасы Құдайды мадақтай бастады. О жаратқан ием, мейірімді бол. Бұл шынымен әділ адам екен.